кітап оқу білімге ұмтылысты, дүниетанымды кеңейтуді, адамның өзін тануды білдіреді. Кітап адамның жан дүниесінің рухани қазынасы, асыл байлықтың өлшемі. Өмірде кітап оқудың адамға берері көп. Шындап келгенде әрбір кітап бір тәжірибелі ұстазға, адамның ақыл қалтасына ұқсайды. Негізі кітап оқу өмірде қателікке бой алдырмау үшін басқалардың тәжірибесімен танысу дегенді де білдіреді. Адамға таптырмайтын бірден-бір пайдалы дос ол кітап. Ендеше кітапханамызға келіп түскен жаңа кітаптар топтамасымен таныс болыңыздар. Жазушы Базархан Жақыбаевтың «Жесірдің күні» атты еңбегінде 20 ғасырда Жаркент өңірінде орын алған тарихи оқиғалар, алмағайып заман жайлы туындылары өзек болған. Шығарма мәңгілік еліміздің тарихын түгендеу жолындағы рухани жаңғыру идеясы аясында жарық көріп отыр. Қазақтың Қонаевы, ұлтымыздың ұлы перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың ұзақ жылдар бойы ұлт мүддесі үшін атқарған мемлекеттік қайраткерлік еңбегіне арналады. Қуаныш Сұлтановтың естеліктерінде өзі куә болған кейбір оқиға, сәттер баяндалып, одақтық үстемдік жағдайындағы әділетсіздіктер мен қайшылықтар да сарапталып, жеңіл қарапайым тілмен оқырман назарына ұсынылып отыр. Келесі назарларыңызға ұсынатын кітап жазушы Молот Солтанаевтың «Ормандағы ойран» кітабы. Қаламгердің бұл туындысында туған жерге деген алғаусыз сезім, ерлік пен батырлықтың үлгісі, қазақы қайсар болмыс, кейіпкерлердің терең жан дүниесі жан-жақты әрі сәтті суреттелген.